мен сіздермен қазір қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнадым. Иә? Балалар, мынау сене? Хан талапай ойынында бұл асық маңызды рөл атқарады, иә? Бұны біздер хан талапай ойынында хан деп атаймыз, иә? Бұл асық, қызыл түсті асық кімге түседі? Сол ойыншы бірінші болып ойынды бастайды, иә? Балалар, егер қазір мен сіздерге асықты ортаға шашамын да, осы асықты сіздер барлығыңыз жинап алуға тиістісіздер, иә? Егер кім қызыл асық түседі, сол ойыншы ойынды бірінші болып бастайды. Түсінікті? Жақсы, ойынды бастауға дайынсыздар ма? Иә. Талапай, басталды ойын. Хан талапай. Қызыл асық кімге түсті? Рамазан, қай сенде ма қызыл асық? Міне, қызыл асық Рамазанда. Ойынды кім бастайды? Рамазан бастайды. Асығымызды жерге қойайық. Қойыңыздар. Рамазан, қояғын, жерге қой, асығымызды қой. Енді оны ұзынан тізбекке тізейік. Әр ойыншы өзіне бір сақа сайлап алады. Бір сақаны өзіңіздің қолыңызда қалдырасыздар. Түсінікті ме? Балалар, асықты атамыз, иә? Асықты атқаннан кейін мына дорбаға ішіне саласыздар, иә? Сосын кім көп асық жинайды, сол жеңімпаз атанады. Түсінікті ме? Рамазан. Сіздерге ұнады ма? Жақсы, олай болса кім жеңімпаз болды екен? Сайт, бастай бол. Қоржыныңда неше асық бар? 4. Абдриман, сенде неше асық бар? 7 асық бар екен, тамаша. Нұрхан, сенде неше асық бар? 5, тамаша. Ерназар, сенде неше асық бар? 7. Рамазан, сенде неше асық бар? 4 асық бар екен. Жақсы. Әбдриман, біздерге бүгін хан талапай ойынында Әбдриман жеңімпаз атанды. Жақсы. Балалар, ойын қызықты өтті ме? Жақсы, сау болыңыздар.